Бүгінгі өтетіміз бізде геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессия деп біз келесі түрдегі тізбекті айтамыз. Осындай түрдегі тізбекті атайды геометриялық прогрессия. Мұндағы B1-лерің бірінші мүше деп аталады, ал Q ол сендерде прогрессияның еселігі деп аталады. Енді осы прогрессияға мысал келтірейік. Бірінші мүшесі 7-ге тең, одан кейінгі мүшелер 14, 28, 56, тағы сол сияқты. Енді қараңыздар, бұл жердегі прогрессияның бірінші мүшесі 7-ге тең. Ал Q қараңдар, мына жерде қарап отырсаңдар, 2-ге көбейтіліп отыр. Сонда Q-ларың сендерде 2-ге тең екен. Келесі ол бізде геометриялық прогрессияның жалпы мүшесінің формуласы. Геометриялық прогрессияның жалпы мүшесінің формуласы ол сендерде Bn тең B1 көбейтілген Qn минус 1-ге тең. Бірінші мысал, геометриялық прогрессияның келесі мүшесін табыңыздар дейді. Бізде прогрессияның бірінші мүшесі 5-ге тең, екінші мүшесі 15-ге тең, үшінші мүшесі нешеге тең екенін табайық. Бұл есепті екі шығару жолын көрсетейік. Біріншісі, біз жай ғана есептей салайық. B1 5-ке тең, B2-міз бізде беріліп тұр, ол 15-ке тең. Q қарасаңыздар, бізде геометриялық прогрессияда мынау көбейтіліп тұр 3-ке. Геометриялық прогрессия 3-ке көбейтіліп тұр. Q 3-ке тең. Демек, үшінші мүшесін табу үшін біз алдыңғы мүшесі B2-ні біз көбейту керекпіз 3-ке. Сонда 15-ті көбейтесіңдер 3-ке, ол болады бізде 45. Болды, тап. Енді екінші әдісті көрсетейік. Екінші әдісті біз көрсетейік жалпы мүшесінің формуласының көмегімен. B3-ті табу керек бізге тең. Ол бізде формула бойынша B1 көбейтілген Q, яғни мына жерде n-нің орнына мына жерге 3-ті қоясыңдар. Сонда 3 азайту 1, 2 болады. Сонда Q квадрат тең. B1-дің орнына қоясыңдар мына 5-теріңді. 5 көбейтілген Q-дің орнына қоясыңдар жаңағы 3-теріңді, еселікті, және квадрат тең болады. Егер бұны есептейтін болсаңдар, 5-ті көбейту керек, сонда 3-дің квадраты ол сендерде 9-ға тең. Сонда үшінші мүшеде мұнда 45 болып шықты. Қарасаңыздар, бұл жерде екі әдісте қарапайым жеңіл. Мысалы, бізге мұнда келесі мүшесі емес, мына жерде келесі мүшесі емес. Мысалы, айтса 100-ші мүшені тап десе, 100-ші мүшені тапса десе, сендерге қиындық туады. 100-ші мүшені табу үшін сендерде бірінші әдіспен шығарсаңдар, сендерде B100-ді табу үшін сендерде біраз уақыт кетеді. Ал мынамен есептейтін болсаңдар, ол сендерде 1 минуттан аспайды шығару жолы. Сонда бізде екінші әдіспен қолданған жеңіл екен. Так, жауабы 45. Есеп аяқталды. Келесі есеп. Минус 15, минус 4,15, минус 1,135, тағы сол сияқты геометриялық прогрессиясы берілген. Прогрессия еселігі нешеге тең екенін көрсетіңдер дейді. Бізде жаңа былай 5 болды, 15 болды, және 45 болды. Сендердің еселіктерің Q тең 3-ке. Сонда сендерді қарасаңыздар, Q-ді табу үшін B2-ні бөлдіңдер B1-ге. B2 дегеніміз мына жерде бізде 15, ал B1 дегеніміз 5. Сонда B2-ні B1-ге бөлген кезде шықты сендерде 3. Біздің жағдайда осы нәрсені істеу керек. Бізде B1-міз минус 15-ке тең, B2-міз тең минус 4,5, ал B3-міз бізде минус 1,135-ке тең. Енді табайық Q-ді. Q-ді табу үшін бізге екінші мүшені бірінші мүшеге бөлсек жеткілікті. Немесе үшінші мүшені екінші мүшеге бөлсек жеткілікті. Осы екі амалдың біреуін орындайық. Сонда Q-мыз тең екен B2-ні бөлек B1-ге. B2-ні бөлек B1-ге. B2-міз бізде минус 4,15 бөлінген минус 15-ке. Сонда бізде шығады екен, так, минус пен минус плюс болады, ал 4,5-ды 15-ке бөлсеңдер шығады 0,13. Сонда еселігіміз 0,13-ке тең екен. Есеп аяқталды. Келесі есеп.
Егер b1 тең 9 және q тең 3 болса, онда геометриялық прогрессияның келесі 3 мүшесін тап дейді. Шешу. Егер бізде b1 тең 9 болса, b2-ні табу үшін b1-ді көбейтесіңдер 3-ке, ол бізде 27 болады. Ал b3-ті табу үшін, сонда сендер b1-ді тағы да бір 3-ке көбейтесіңдер, яғни 3-тің квадраты. Ол тең болады, сонда мынаны 3-ке көбейту керек деген сөз, тағы да 3-ке көбейтсеңдер, сендерде болады 81 болар. Ал b4-ті табу үшін, сендер b1-ді көбейтесіңдер q-дің, яғни 3-тің кубына, яғни 81-ді көбейтесіңдер 3-ке, болады 243. Бұл сонда жауабы бізде келесі 3 мүшесі, ол сендерде 27, 81 және 243. Есеп аяқталды. Келесі есеп. 4374 саны C3 тең 18, C4 тең 54 болатын геометриялық прогрессияның мүшесі. Осы мүшенің реттік нөмірін табыңдар дейді. Мына нешінші мүше екенін табу керек. Біз осы ақпараттың көмегімен Q мен B1-ді тауып алу керекпіз. Алдымен жазайық. C3 ол тең бізде 18-ге дейді. Ал C4 тең 54-ге дейді. Енді бізде білетініміз тек бір ғана формула, осы формуланы пайдаланамыз. C3 тең, сонда оны жазасыңдар сендерде. C1 көбейтілген Q n-1, яғни 3-тен 1-ді жазасыңдар, яғни квадрат болады. Ол тең сендерде 18-ге. Келесі C4 ол сендерде тең C1 көбейтілген Q куб болады. Ол бізде 54-ке тең. Енді осы жерден Q-ді немесе C1-ді тауып алайық. Так, балалар, мен мынаны былай бөлеміз. C4-ті бөлейік C3-ке. Тең C4-імізді жазып қойық. C4 деген ол бізде C1 көбейтілген Q куб. Ал C3 дегеніміз ол бізде C1 көбейтілген Q квадрат. Тең. Ал оң жағынан 54-ті 18-ге бөлу керек. 54-ті 18-ге бөлсек 3 шығады. Енді қараңыздар, мына жерде C1 мен C1 қысқарып кетеді. Ал Q куб пен Q квадрат Q-дің бір өгені қалады. Өйткені сендерді Q былай кім түсінбей тұр. Q куб деген ол сендерді Q-ді 3 рет көбейту деген сөз. Үстінде Q-дің 3-еуі тұр, ал астында Q квадрат ол Q 2-еуі тұр деген сөз. Демек, мына мен мынау қысқарады, мына мен мынау қысқарады, сонда Q ғана қалады өзі. Сонда бізде Q-дің бір өгені қалады, сонда сендерде Q-ларың тең екен 3-ке. Q-ді таптық. Енді табу керек бізге C1-ді. C1-ді табу үшін бізге мына екі теңдеудің бір өгені қоя салған жеткілікті. Біз мына бірінші теңдеуге апарып қояйық, мына жерге апарып қояйық, мен қоршап қойған жерге. Сонда C1 көбейтілген Q квадрат дейді, яғни мынаны квадраттап қоямыз. 3-тің квадраты ол сендерде 9-ға тең, тең 18-ге. Сонда C1 2-ке тең. Негізгі ақпаратты тауып алдық. Енді мынау бізде нешінші мүше екенін анықтау керек. Сонда сендер жазасыңдар Cn тең формула бойынша C1 көбейтілген Qn-1. Енді орнына апарып қояйық. Cn дегеніміз ол бізде 4374 тең. C1-ді таптық, ол сендерде 2-ке тең. Көбейтілген Q-ді таптық, ол сендерде 3-ке тең. Ал n-1 бізде жоқ. Соны жазып қоясыңдар. n-1 ол сендерде, яғни n-дар жоқ. Енді осы теңдеуді шешейік. Осы теңдеуді шешу үшін қарасаңыздар бізде бос тұрған мына жерде 2 тұр. Осы 2-ні сол жаққа бөліп жіберейік. Сонда 4374-ті 2-ке бөліп жүрсіңдер. 2187. Ол тең сонда 3-тің n-1 дәрежесі. Көрейік, қараңдар. Ол нешінші дәрежесі екен? 3-ті көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 3-ке. Қараңдар, көріп отырыңдар, сонда бізде 2187 керек. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рет көбейткен кезде 2187 шығады екен. Сонда 2187 бізде ол 3-тің 7-ші дәрежесі екен. Тең 3-тің n-1 дәрежесі. Сонда n-дарың тең 8-ге екен. Сонда бізде 4374 ол геометриялық прогрессияның 8-ші мүшесі екен. Осымен есеп аяқталды.